The next generation is here. Today is the beginning of a new era for iPhone. Ассалаумағалейкум достар. Күні кеше ғана Apple компаниясын өзінің iPhone 12-сімен таныстырды. Бұл видеода біз сіздермен iPhone 12-нің ерекшелігі мен тиімділігі, қандай жақсы қасиеттері бар, және де сатылымға қашан шығады, және қанша тұратынын айтатын боламыз. Егер қызық болса, тезірек бастайық. Apple компаниясы кеше ғана Қазақстанның уақытымен 23:00-де өзінің YouTube арнасында тікелей эфирде iPhone 12-ні таныстырған болатын. Ол жиында негізі көп сөздің барлығы менде соның қатарында болып көрдім. Ол презентацияның негізгі басты көп айтылған сөзі ол жерде 5G болашаққа арналған смартфон деген сияқты. Бірақ қазіргі таңда 5G негізі әлі қолданыста жоқ. Қытай елінде ол 5 қарашадан бастап қолданысқа енеді. Және ол туралы емес, ол презентацияда мен сіздерге қысқаша түрде жалпақ тілде қазақтың оңай тілінде түсіндіре кетейін. Бұл жерде iPhone 12-нің 4 түрімен таныстырды. Яғни iPhone 12, iPhone 12 mini және де iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Осы 4 түрімен таныстырды. Бастапқы iPhone 12 мен iPhone mini екеуі бір-біріне ұқсас, ал iPhone 12 Pro мен iPhone 12 Pro Max екеуі бір-бірімен ұқсас. Ерекшеліктерін және немен айырмашылық екенін қазір талқылап шығамыз. Қазіргі iPhone 12-нің төртеуінде жаңадан шыққан ерекшеліктері ол OLED дисплей, және де дисплейдің сапасы өте сапалы және адамға беруі сапасын өте жоғарылатқан, яғни OLED дисплей. Және де алдыңғы iPhone 11-ге қарағанда бұл iPhone 12-нің шыдамдылығы 4 есеге артқан, және де iPhone 11-ге қарағанда бұл салмағы бойынша жеңіл, жіңішке, және де төзімді. Және де iPhone 11-ге қарағанда суға 16 есеге шыдамды достар. Яғни, егер де сіз қолыңыздан түсіріп алатын немесе бір салақ адам болатын болсаңыз, сізге iPhone 12 алу қажет. Өйткені оның үстіне су төгіп алсаңыз, сізге оны қайтадан жай сүрте салып, әрі қарай жүре бересіз. Техникалық тілмен айтатын болсақ, бұның қорғаныш IP-і 68-ді құрайды. Бұл өте керемет. Және де айта кеткенімдей, бүкіл жаңағы презентация бойы 5G деген сөз көп айтылды. Бірақ сонда да біздің Қазақстанда және де барлық әлемде 5G әлі қолданысқа ие болған жоқ. 4G-дің өзі бізге шыны керек қазірде жеткілікті. Бірақ осы шығып жатқан iPhone 12 5G функциясын ұстайды. Яғни 5G функциясы орнатылған. Ал 5G функциясыз шыға ма, оны шықпай ма, ол туралы айтып кеткен жоқ. Apple компаниясының жаңадан ойлап тапқан процессоры A13-тен iPhone 11-де өздеріңіз білгенде iPhone A13 процессоры орнатылған болса, бұл iPhone 12-де A14 процессоры. Яғни бұл A13 процессорынан бұрынғы ескі процессорынан 10 есеге жылдам достар, және 10 есеге сапалы. Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Бұл жерде жай ғана сіз ойын ғана ойнап қоймай, үлкен ауқымды видеоларға монтаж жасай аласыз. Яғни сіздің процессорыңыз соған бейімделген. Ойын, монтаж, фото әрлеу, кез келген жұмыс, барлық приложениялармен жұмыс жасауды қамтиды. Өте керемет сапалы процессор қойылған. Бұл процессорды ойлау барысында көптеген қаражатты құйылған екен. Және де тағы жаңағы презентацияда көп айтылған сөздің бірі MagSafe. Бұл жерде MagSafe технологиясы. Тағы бір iPhone 12-нің ерекшелігі бұл оның корпусында орнатылған магниттік зарядтағыш. Егер де енді iPhone 12-нің тиімділігі сіз қайда болмасын магниттік зарядкаға жай қоя салу арқылы зарядка алатын болады. Яғни магнит жаңағы зарядтағыш блокты өзіне тартып тұрады. Бұл өзінің корпусында орналасқан магниттік қалташа десем де болады. Тағы бір iPhone 12-нің ерекшелігі алюминийден жасалған шыны қоспасы бар берік корпус. Бұндай корпус Apple компаниясының айтуы бойынша ешқандай смартфонда жоқ. Яғни бірінші шығарылған смартфон және де өздерінің Apple компаниясының айтуы бойынша ең сапалы смартфон деп айтты.
Енді достар, iPhone туралы айтқаннан кейін бұл жерде камерасы жайлы айту мүмкін емес. Ал енді біздің айырмашылыққа да келдік. Бұл жерде iPhone 12, iPhone mini мен және Pro мен Pro Max-тың ерекшелігі осы камераларында. Яғни Pro мен Pro Max негізгі структурасы десем де көбінесе видео мен фото жасайтын адамдарға арналған. Өйткені атынан да белгілі Pro Max. Ал Pro мен Pro Max-тың айырмашылығы тек қана дисплейларында. Біреуінің дюймі басқа біреуінен үлкен. Ал mini мен 12-ның айырмашылығы тағы да дюйм мен корпусында, miniдің корпусы мен дюймі кішірек, ал iPhone 12-нікі үлкенірек. Ал екеуінің камерасына бірге тоқталатын болсақ, бұл жерде iPhone 12 мен iPhone 12 mini-да видеоны керемет әсерге беріп, фотоны да жақсы түсіре алады. Бірақ ерекшелігін айта кетейін, Pro мен Pro Max-тың ерекшелігі бұл жерде түнгі режим қосылған. Сонымен қоса түнгі таймлапс қосылған, түнгі түсірілім, түнгі фотоға түсіру және түнгі видеоға түсіру алдыңғы iPhone 11-ден 27 есеге жақсарған екен достар. 27 есеге. Тағы бір қосымшасы, ол жерде қосымшасы бұл кең бұрышты түсірілім. Широкоугольный форматта фото, видео алу түсірілімі. Яғни сіз енді камерамен ғана жүре бермейсіз, iPhone 12-нің өзімен де видео немесе кино түсірсеңіз де болады. Pro Max-тың тағы бір ерекшелігі, бұл жерде зум бар. Зуммен қоса қоймай автофокус да орнатылған. Бұл жерде және де форматы 4K форматында, HDR Digital Vision форматында түсіре алады. Және де түстеріне келетін болсақ, бұл жерде iPhone 12 мен iPhone mini-дің 5 түсі бар, және Pro мен Pro Max-тың 4 түсі бар. Қалаған түсіңізді алып, қалтаңызда сақтап жүрсеңіз болады. Ал қай күні шығатынына келетін болсақ, әр қалаларда негізі әр түрлі уақыттарда қойылған. Бірақ негізгі сатылым iPhone 12-ні егер де сатып аламын десеңіз, 16 қазаннан бастап сатылымға шығады. Оны Weibo компаниясы өзінің әлеуметтік сайтында жариялаған болатын. Яғни iPhone 12-ні бірінші болып сол Weibo компаниясы сататын болады. Ең бірінші iPhone-ды сол 16 қазан егер де қалса алып кете аласыздар. Ал егер де қалмаса 5 қараша Ресей елінде сатылатын болды, және де 26 желтоқсан толығымен Қазақстан еліне келетін болады. Желтоқсанға шейін ақшаларыңызды жинай берсеңіздер болады. Егер де сіз Apple компаниясының сүйікті бір көрермені, сүйікті бір фанаты болсаңыз. Бағаларына келетін болсақ, бағаларын тоқтап өтейік. iPhone 12 350 мыңнан бастап, яғни өзінің құрылымдық гигабайтына байланысты, гигабайт көп болған сайын бағасы да жоғарылай бастайды. iPhone 12 mini-дің бағасы 299 мың теңгеден басталады. iPhone 12 Pro-ныкі 430 мыңнан 431 мыңнан басталады. iPhone 12 Pro Max-тікі 471 мыңнан басталады. Достар, осы бағалар сізге ұнаған болса, және де осы iPhone 12 осы бағаларға тұрарлық деген ойда болсаңыз, өзіңіздің ойыңызды міндетті түрде комментарияға жазуды ұмытпаңыз. Сізге қандай iPhone ұнайды, сонда міндетті түрде жазуға ұмытып кетпей. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.